Қазір сағат 20:00 және де екеуміздің арамызда кім соңғы ұйықтайды, сол 10 000 теңге ұтады. Егер де сен ұйықтап қалатын болсаң, сол бойда сені пранк күтіп тұр. Онымен қоса сағат сайын сені ұйықтатуға тырысатын челленджер болады. Ал ең бастысы, ұйықтап қалма. Все, кеттік. Мен амбарға кетіп бара жатырмын просто. Давай да. Көтенім жаба 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 жаба. Ал достар, біз супермаркетке келдік. Енді қазір бөлініп, әркім өзіне заттар алады. Менің тактикам кофе және энергетикалық сусындар. И Азымханаға какой-то бір тәтті манасында бір мысалы шығарым достар, көретін боламын енді. Ең бірінші керекті заттардан маған энергетик керек. Мынандай таңдай салған. Салқын энергетик алған жақсы да. Капучиноны алдық, короче. Заттарымызды алдық. Енді ұйықтамауға тырысатын боламыз. Барлық заттар менікі. Ал достар, бірінші челлендж бізде футбольный. Қазір мына доппен ортаға гол салу керек. Кім гол салады, сол ұтады, ал ұтылған адам тәп-тәтті пончик жейтін болады. Так, допты қоям. Бірінші кім бастайды? Сол стульчиктің ішіне кіргізу керексің. Все, давай. 1, 2, 3. Кірмеді ма? Қазір мен гол салсам, Нұрланбек пончик жейді. Давай ал. 1, 2, 3. Салмай қыл. Давай, 1, 2, 3 теп ал. Мынау. Шай ғой, шай. Ана сотақ болып тұр, сол үшін ғой. Кәмін жетіп ойық. Челлендждер оңай болады деп кім айтты саған? 1, 2, 3, бісміллә. Достар, мен негізі футболистпін. Салмай қыл. Мам, басымда мынау. Мына екеуін тоқсу керек па? Негізі біреуін жесең де жүрек. Ладно, екеуін жей берем. Шоколад бар ішінде еще. Сгущенка, ой-ё. Ұйқым келіп жатқан жоқ па? Кішкене бар ясында. Сол Нұрланбекке қарап қызық кетті, бірақ мен энергетигім ішетін боламын. О, кайф. Не маңы кайф. Ұйқым келіп тұрады, кішкене оятып жүрді. Горилла ішіп, маймыл болғанша, айран ішіп. Айғыр бол дейм, а? Нұрланбек уже бір челленджда ұтылып қалды, келесі челленджда тағы да ұтылатындай қыламын мен. Давайте. Достар, қазір сағат примерно 11:30 болып қалды. И мен қазір үй жұмысын сондай істейін деп жатырмын. Міне мен столымды дайындап қойдым. Блин, фитнес жегім келіп кетті. Бісміллә. Дәмі біртүрлі, бірақ энергия беріп жатқанын прям сезіп жатырмын. Достар, сағат 12 болды және екінші челлендждің уақыты келді. Біз қазір ауыздарымызға су толтырамыз да, бірімізді күлдіртуге тырысамыз. Кімнің аузына су атылып шығып кетеді, сол ұтылады. Және наказание орындайды. Қандай наказание? 30 минут қаран көрмейде орындайды. Ема, достар, ұтылған адамға өте қиын болады, өйткені 30 минут қаран көрмейде жатсаң ұйықтап қаласың по-любому. Пешим скачковый боковой. Мен тұлдым ба сонда? Я? 30 минут қаран көрмейде жатасың Азымханаға. Телефон берсе бауырым. Қандай телефон? Бірдеңе көріп қалдым. Туй, елки. Жарайды, челленджсың, достар. Тек камера бересің, я маған сонда? Сіздермен сөйлесетін боламын онда. Все, достар, мен свет сөндірейін деп жатырмын. 30 минут зачекай. Оп, все, енді көріп тұрма бәрі. Мынандай асалбайш. Мына достар, мен ұйықтатайын деп жатырмын, жестко. Все, болды, давай мен сені саққа қалдырам. Телефон алып кетем. Нұрланбек кетіп қалды, достар.
Мен спортпен айналысам ұйықтап қалмау үшін. Отжимание жасаймын. Нұрланбектің соғы бар анда ішіп қойайын ба? Мынаны қараңдар, мына витамин ішетін боламын. Бисмилля. Уа, кайф. Имамны ұйықтамауға көмектеседі. This is prank, bro. Блин, натуре. Prank, bro. Өтірік сияқтап қалды шынымен де. Серьезно айттым. Далбықсың ба? Көзіңді қаратсайшы ұйықтап қалған түрі. Жігітше де. Камераны қарасай далбық. Жігітше де. Камераны қарашы. Аға, жігітше деші. Қарасай камерам қозылып тұр ма? Яна жігітше деші. Қазір уақыт біткеннен кейін Нұрланбек бөлмеме кіреді. Мен тексеретін болады. Ұйықтап жатырмын ба әлде ояумын ба? Сол кезде мен өтірік ұйықтап қалған сияқты боламын. Оған пранк жасаймын. Жігітше, минутын қарашы камерам қозылып тұр. Все, әзімханаға уақыт болды. Чё там? Ұйықтадың ғой, қарасың. Чё там? Достар, мен ұйықтап қалады деп ойладыңдар ма? Фум. Кім? Не болады маған? Білмеймін, өтірік. Серьезно? Видео ешкім жоқ бізден басқа. Өтірік. Жігітше деші. Жігіт жүр өтірік. Құмаш. Кімді тұтын? Өтірікті? Ұйқым ашылып кетті мен. Сағат 1:33 кетті, үшінші челлендж басталды. Бұл челлендж оңай, бұл жерде сурет салу керек, және де бәріне ұнау керек. Ұтылған адамға массаж. 10 минут. Кімге ұнады, кімге ұнамады, қалай шешеміз оны? Оны мен өзімнің инстаграм аккаунтыма сториске салатын болам. Осындай челлендждерді көбінесе инстаграмда салып тұратын болам. Сондықтан инстаграмға тіркеліп кет, сен де қатыса аласың. Айтпақшы 5 минут беріледі. 1-2-3 басталды уақыт. Тема черепашка Көрміш. көрінем ол уақыт. Все, кеттік ал. Блин. Болды. Үлгердің ба? Иә, болды. 1 минут берейікші. Жоқ, болды. Қарам. 1, 2, 3 көрсек. Комментарияға жазып кетіңіздер кімдікі әдемі. Ал бірақ та сіздер ештеңе шешпейсіздер. Өйткені сіздер менің инстаграмыма жазылған жоқсыңдар. Бұлай суретке түсіріп алғансың ғой. Мен Нұрланбек ұтатын сияқты, жақыннан қарағанда әдемі кәдімгі. Енді тек инстаграмдағы адамдар шешеді. Достар, Нұрланбек ұтып кетті, 67-33. Походу маған массаж жасауым керек. Блин, негізі маған массаж жасаған қалады. Кетші онда жаман ақ салмайсың ба? Достар, біз қазір специалист шақыратын боламыз. Звондаш давай. Мен челлендждан ұтылып қалдым. Маған массаж жасап жүру керек. Бір 5 минут, 5-10 минут. Қазір маған жесткий массаж жасайтын болады, ұйықтататындай қылып. Кет. Не келді? Ассалаумағалейкум. Массаж кімге керек? Уалейкумассалам. Кім шақырып массажға? Уалейкумассалам. Маған керек, мен челлендждан ұтылып қалып едім ғой. Қазір ұйықтап тастаймыз. 10 минутта. Массаж жасауға. 10 минуттан кейін тоқтадым да, айтып ұйықтап кететін сияқты, что-то шынымен де профессионал келді, қарасайшы, профессионал. Базар жоқ. Нұрланбек, сен заттарды алып Аға, не істеп жатсыз аға? Массаждан. Достар, мен қорқып тұрмын, Нұрланбекке сенбеймін. Сондықтан өзім таймер засекать етемін, айтты мен точно ұйықтап тастайды, 15 минут болса. Так что 10 минут болды. Давай, кеттік ал. Давай, аға, массаж істеңіз. Нұрланбек, ана алып тұрсың ба? Давай.
Аха. Ой-ой-ой. 10 минут басқан. Мен нәрсе дейсіз. Бисмилля. Крем бар ма? Бұл қандай массаж аға? Тайский ма, китайский ма? Иә. Қандай сезімдесің? Мә, ұйқым келіп кетті кәдімгі, шынымен ұйықтататын массаж. Ұйықта, көзін жум. Бізде әлі 8 минут бар. Болды. Енді ұйықтап бара тұрып оянып кетті. Бір-ақ минут қалды. То есть 50 секунд. Бұл массаж. Опа, таймер. Все. Болды. Тоқтатыңыз, аға, тоқтатыңыз. Болды, ақылы, тоқтатыңыз. Все, таймер болды. Рахмет. Жат. Тұруға оңай ма? Жат, ұйықта дейді. Ақша керек емес па? Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Нұрланбек күліп, қайта шулай бермейінім, ұйықтап қалатын едім. Массаждан кейін қарным ашып кетті. Достар, сағат 3-тен 16 кетті. Нұрланбек кофе ішейін деп жатыр. Мен де кофе ішейін деп жатырмын. Онымен қоса чипсымды ашып жейін деп жатырмын. Кішкене қалды. Мен сенің кофеңа дәрі қосып жібердім. Дәрі? Міне, достар, мынандай дәрі. Все. Я. Сен. Қылмашы. Сәлем. Нанфрандыш. Міне. Не мынау? Мелоксен деген дәрі. Ускоряет засыпание, улучшает качество сна. Все, как көреміз алда не болатын. Бұйырса, кішкене жарты сағаттан кейін челлендж басталады. Достар, сағат 4-тен 18 кетті. Нұрланбек ұйықтап қалды. Прикиньте, капранг жасайтын боламыз. Бетіне салқын су шашамыз. Нұрланбек, атылдың сен. Құмаш. Ұйықтап қалдың сен. Ұтылып қалдың, не болды? 10 мың теңге менікі, достар.